Сәлем, қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен дәл осындай керемет болып шығатын Наполеон торттың рецептімен бөлісетін боламын. Әр коржды хрустящий болып шығады. Міндетті түрде видео қызық болса соңына дейін қарап, рецепті жоғалта алмас үшін каналыма подписаться жасап, қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Алдымен еліктен өткізген ұнымызға бөлме температурасында сары майымыз салып, қолымыздың көмегімен жақсылап кружка дайындап алатын боламыз. Кружкамызды жақсылап дайындап алғаннан кейін керекті заттардың граммасаларын бәрін осы видеоның төменгі жағында описание бөліміне жазып қалдырамын, сол жерден қарап жасап көрсеңіздер болады. Дәл осылай кружка дайындап алғаннан кейін оған қосып араластыратын сұйық массаны бөлек ыдысқа дайындаймыз. Бір дана жұмыртқамыздың үстіне сұйық майымызды, оның үстінен аздап тұзымызды және де уксусымызды қосып, үстінен суық суымызды құйып, жақсылап араластырып сұйық масса дайындаймыз. Дайындап алған массамызды кружкамыздың үстіне құя отырып, қолдың көмегімен қамыр дайындап аламыз. Дайындап алған қамырымызды арнайы пакетке салып, холодильникке 1 сағатқа қалдырамыз. 1 сағаттан кейін қамырымызды алып, дәл видеода көрсетілгендей етіп, оқтаумен 4 бұрышты етіп жайып аласыздар достар. Достар, мен даусыма мән бермеңіздер. Кішкене грипп болып жүрген екен, даусым кішкене өзгеріп тұр. Айып етпейсіздер. Дәл осылай дайындап оқтаумен жайып алғаннан кейін шетінен дәл видеода көрсетілгендей рулет тәрізді етіп орап, теңдей 8 бөлікке бөліп аламыз. Дәл видеодағыдай етіп бөліп алыңыздар, сонда барлық корждарыңыз бірдей шығатын болады. Дәл осылай 8 бөлікке бөліп, барлығын кішкене үстінен басып, арнайы тақтайымызға оны сеуіп, холодильникке қойып қоямыз. Корждарымызды шетінен алып жайып, арнайы дайындап алған пергамент қағаз төселген нестімізге қойып, 22 диаметрлік етіп кесіп аламыз. Оқтаумен әр коржымыз жайып, дәл осылай пергамент қағазға қойып, бетін осылай шаншқымен тесіп алып, осылай 22 диаметрлік етіп кесіп аласыздар. Содан соң алдын ала қызып тұрған 200 градуста пешімізге қойып, әр коржымызды 3-4 минут пісіріп алатын боламыз. Тез пісіп шығады, қарайлап тұрасыздар. Енді крем үшін мен осылай бөлме температурасына сары маймен сгущенный молокомнан заварной крем дайындадым. Дәл осылай бөлме температурасына майымызды бірінші жақсылап миксерлеп, оның үстінен сгущенный молокомызды қосып, оны жақсылап миксерлеп араластырып аламыз. Бізде дәл осындай крем дайын болып шығады. Енді дайын болған кремімізді жаңағы пісіріп алған корждарымыздың арасына жағып, тортымызды жинақтап алатын боламыз. Осындай формамен не болмаса, кәдімгідей жинап ала бересіздер. Осындай кремін жағып, бетіне бір коржымызды осылай ұсақтап сәндеп аламыз. Тағы да 1 сағатқа холодильникке қойып, кремі сіңгенше қойып қоямыз. Көріп тұрғандарыңыздай менің тортым дайын. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ болып кесіліп жатыр. Егер де сіздерге рецепт ұнаған болса, міндетті түрде каналыма подписаться жасап, қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар.